Сәлеметсіздер ме балалар, бүгін біздің каналда қазақ тілі 3-ші сынып 105-ші сабақ негізгі және туынды сын есім. Сендермен бірге Майра апай барлық тапсырмаларды, жаттығуларды түсінікті етіп бірге орындайтын боламыз. Ал сендер лайк басып, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар. Жарайсыңдар, тапсырмаға көшейік. Мәтінді түсініп оқы. Су тіршілік көзі. Су табиғаттағы барлық тіршілік атаулының құрамына кіреді. Көптеген өсімдіктің 80-95% судан тұрады. Жануарлар мен адам денесіне де су көп. Су жер бетінде үнемі тынымсыз айналыста болады. Теңіз бен мұхиттардың, өзендер мен көлдердің бетінен су буға айналып, одан бұлт түзіледі. Ол жаңбыр немесе қар, бұршақ болып жерге жауып қайта суға айналады. Сусыз тамақ піспейді, сусыз тазалық та болмайды. Су жолымен жүк тасиды, судың күшінен электр қуатын да алады. Су біздің байлығымыз. Оған әр уақытта қамқорлықпен қарау қажет. Жыл 12 ай кітабынан. Мәтін не туралы? Мәтін су және оның пайдасы туралы. Мәтін бөліктеріне сәйкес жоспарды қалпына келтір. Жоспар құрайық балалар. Яғни бізге шатасып берген жоспарды рет-ретімен қалпына келтірейік. Бірінші, бізде мәтінде судың маңызы туралы айтылған. Екінші, табиғаттағы су айналымы туралы айтылған. Үшінші, судың адам өміріне қажеттігі туралы айтылған. Балалар, осы жоспар бойынша өз беттеріңше мазмұндама жазыңдар. Келесі 10-шы жаттығуда мақалды тауып жаз. Яғни бізге шатасқан буындар берілген, сол буындарды дұрыс біріктіре отыра, дұрыс мақалды тауып жазайық. Яғни балалар, бірінші, судың да сұрауы бар. Судың да сұрауы бар деген мақалды біз реттеп тауып жаздық. Жарайсыңдар балалар. Келесі 11-ші жұмбақты көшіріп жазып шешуін тап. Мына берілген жұмбақты дәптерлеріңе қатесіз әдемілеп жазып алыңдар. Көлді жердің үкілі аруы, өткір желдің саз тартар қаруы дейді. Яғни біз бұл жұмбақтан балалар көлде өсетін өсімдік туралы екен. Яғни үкілі дейді. Яғни оның бір үкі сияқты желбіреген жапырақтары бар сияқты. Өткір дейді. Яғни ол қолға ұстаған кезде, басқа да жағдайда өткір, жапырақтары өткір болуы мүмкін. Біз осы сын есімдер арқылы оның қамыс өсімдік екенін тауып алдық. Жарайсыңдар балалар. Сын есімдерді тауып, олардың қайсы негізгі, қайсы туынды екенін айтайық. Яғни негізгі сын есім бұл жұмбақта өткір, ал туынды сын есім көлді, үкілі сын есімдер екен. Жарайсыңдар балалар. Келесі жұмбақтың шешін табуға қай сөз көмектесті деп ойлайсың. Біз бағана балалар сендермен бірге жұмбақты шешу кезінде қандай сын есімдер көмектесті? Өткір, көлді, үкілі сын есімдері жұмбақты шешуге көмектесті. Жарайсыңдар. Келесі жаттығу. 12-ші жаттығу негізгі сын есімдерге дау, деу, лау, леу, тау, теу, шыл, шіл, ғылтғыш жұрнақтарын жалғап, қалаған бір туынды сын есіммен сөйлем құрап жаз. Яғни бізге берілген ақ, боз, жасыл, сары, үлкен, көк, ұсақ сөздері, яғни осы сын есімдерге берілген жұрнақтарды жалғап көрейік. Яғни ақ, шыл, боз, ғылт, жасыл, дау, сарғыш, үлкендеу, көкшіл, ұсақтау деген бізде жұрнақ жалғанған сын есімдер шықты. Яғни осы пайда болған сын есімдерді қолданып сөйлемдер құрап көрейік.
Айжанның ақшыл көйлегі бар. Мұраттың иті үлкендеу екен. Кешқұрым күн ұясына батып, аспан бозғылт бола бастады. Яғни балалар, жұрнақ жалғанғанда негізгі сын есімдердің мағынасында өзгеріс болды ма? Иә, әрине балалар, өзгеріс болды. Қандай өзгеріс болды десеңдер, айтып кетейін балалар. Яғни негізгі сын есімдер ақ болса, біз шыл жұрнағын жалғап, ақшыл деген сын есімді алдық. Яғни ақ, нақты ақ түс болатын болса, ал ақшыл сәл ақшылдау деген мағынаны білдіреді. Ал үлкен деген негізгі сын есім болған болса, оған деу жалғанып, үлкендеу, яғни сәл үлкендеу деген мағынаны алды. Жарайсыңдар балалар, біз сендермен бүгінгі сабақтың барлық тапсырмаларын орындап шықтық. Сау болыңдар, подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңдар.